Қазақтың өзі де, сөзі де өзгеріп бара жатқан жоқ па? Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін Көкейтесті каналының оқырмандары, біз бүгін әлеуметтік желіде талқыланып жатқан кішкентай бір тақырыптан ой өрбіткіміз келіп отыр. Өйткені соңғы кездері қазақтың көп нәрсесі өзгерді. Бұрынғы қазақ жоқ, қазақтың тілі, діні, дәстүрі, шаруашылық тәсілі, ұрпақ тәрбиесі өзгерді, керек десеңіз сөзі де өзгеріп барады деген әңгімелер жиі айтылып жатады. Соның бірін біз әлеуметтік желіден де байқаған секілдіміз. Алыста жүріп, ел қайғысын ойлап, Ауропаның әр тарапында жүрген, бүгінгі Түркияда тұрған Түркістан жастары бірлесіңдер. Сендердің бірліктерің, сендердің бір-біріге күш қосуларын еліміздің бақытына қызмет етпек. Мұны ұмытпаңдар. Бәріміздің құбыламыз, өзіміздің ата жұртымыз, өлкеміз Түркістан болмақ. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру, бәрімізге бір мақсат, бір мұқаддас вазифа болмақ. Мұны ұмытпау керек. Түрк халқы батыр халық. Түрк халқы арыстан ел халық. Кімнен таяқ жегендей, біздің түрктің баласы алдырып жүрген дұшманға аузының аласы. Бұл нақыл сөзді ұмытпауымыз керек. Бәріміз бір болсақ, біздің жеңбейтін жауымыз болмайды. Мақсатымызға жетеміз. Онсыз біздің күніміз жоқ. Құрып кетеміз. Түрк баласы. Ұмытпаңдар. Соңғы кездері әлеуметтік желіде Алаштың ардақтысы, қазақ ұлтының ұлт азаттық қозғалысының көшбасшыларының бірі Мұстапа Шоқайдың Түркістан жастары бірігіңдер деген аудио үндеуі тарап жүр. Алайда Алаш ардақтысының осы аудиосын тыңдаған кей ағайындар оралмандар сияқты сөйлейді екен деп сөгіп сылтыңға айналдырып жатыр. Кезінде Мұхтар Әуезовтың өз дауысын естіген кейбір әлеуметтік желі қолданушылар да осы сарындас сөз айтып, оралмандар сияқты сөйлейді екен деп орағытып айтқаны да есімде қалыпты. Әрине, мен бұл тақырыпты наразылық танытып, ала қойды бөле қырқып, өкпелеп жазып отырғам жоқ. Керісінше осы тақырыпты пайдаланып, ағайындарға бір ақиқатты айтсам деймін. Қазақ әлемдегі тілінде диалект жоқ ұлттардың бірі. Қайда қайсы елде жүрсе де қазақ бірінің тілін бірі түсінеді. Яғни біздің тілімізде аздаған говорлар болғанымен, Қытай, өзбек ұлттары сияқты бірінің тілін бірі түсінбейтін немесе ұғалмайтын жағдай жоқ. Бірақ сан ғасыр тұнығы былғанбай келген тіліміз соңғы ғасырда үлкен өзгерістерге ұшырады. Кірме сөздер көбейді. Зат есімнің денін қайсы елде тұрсақ, сол елдегі тұлғалы ұлттың тілімен атайтын күйге түстік. Ал Қазақстанда да орыс тілі дәурендеп тұр. Міне осының әсерінен біздің тіліміз ғана емес, түріміз де, сөйлеу мәнеріміз де өзгеріп бара жатқандай. Жоғарыдағы оралмандар сияқты сөйлейді екен деген сөз де міне осы өзгеріспен қатысты. Шын мәнінде Мұстапа Шоқай да, Мұхтар Әуезов та оралмандар сияқты емес, байырғы қазақтың әуенімен, байырғы қазақтың сөйлеу мәнерімен сөйлеп тұр. Демек, қазақтың құйқалы жеріндегі қазақтардың да сөйлеу мәнері өзгерген. Дәлірек айтсақ, Қазақстандағы қазақтың сөйлеу мәнерінен орыс тілінің сөйлеу дағдысы байқалса, Түркиядағы қазақтардың тілінен түрік тілінің акценті, Өзбекстандағы қазақтың тілінен өзбек тілінің иісі аңқып тұрады. Бертінге дейін тілі мен сөйлеу мәнері үлкен өзгеріске ұшырамаған Моңғолия, Қытай қазақтарының тілі мен сөйлеу мәнері де соңғы кездері үлкен өзгеріске тап болды. Ақш ғалымдары қайсы ұлттың тілінде көбірек сөйлесе, адамның бет әлпеті де сол ұлтқа бейімделіп кетеді.
Себебі адамның бетінің бұлшық еттері сөйлеген тіліне байланысты дамиды деген ғылыми қорытынды шығарған. Демек, біздің сендер орысқа, мыналар Қытайға, олар моңғолға ұқсайды екен деп жүрген әзіл сөзіміздің астарында да осындай ащы бір ақиқат жатыр. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ғалым академик Өмірзақ Айтбайұлынан сұхбат алғаным бар. Сол кезде де осы мәселені тілге тиек етіп, қазақтың тілі де, түрі де, сөйлеу мәнері де өзгеріп бара жатқан жоқ па деп сұрау қойған едім. Сол кезде өзі де баяғының билеріндей қоңыраулатып, әуезді, әдемі сөйлейтін Өмірзақ Айтбай ағамыз, дұрыс айтасың бауырым, қазір қазақ тілі фонетикалық жақтан да үлкен өзгеріске ұшырады. Еріндік, езулік дыбыстардың да орны өзгеріп барады. Осының әсерінен біздің сөйлеу әуеніміз де бұрынғыдан басқаша. Кезінде Мұхтар Әуезов, Мәулен Балақаевтар қалай сөйлейтін еді? Нақ қазақша сөйлейтін солар еді. Әуезінің әдемілігі қандай, тыңдап отыра бергің келеді. Біз солардың көзін көрдік. Ондай шешен, олардай әуезді, әдемі сөйлейтін қазақ қазір жоқ деп қысқа қайырғаны бар. Міне, академик айтқан осы сөзге қарап, Мұстапа мен Мұхтардың қалай сөйлеп тұрғанын санаға салып, салмақтауға болатын секілді. Сіз не дейсіз? Біздің сөйлеу мәдениетімізде, сөйлеу мәнерімізде, сөйлеу әуезімізде өзгеріп бара жатыр деген мәселемен келісесіз бе? Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ардақты достар, ең әуелі сіздерге Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан жазушылары атынан жалынды достық сәлемін жолдаймын. Баршаңызға саушылық пен табыстар тілеймін. 6 жасар шағымда үлкен әкемнің киіз үйінде бір күні қағазға жазылған өлең көрдім. Үлкендер әндетіп, бала таулы өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз, жым-жырт қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп, тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Сол Абай 60 жыл өмір жасап, өлеңдері тек жазба күйде, тек жайлауларға ғана мәлім болып дүние салды.